Енді құрметті оқушылар, мынандай есеп беріліп тұр. Саны көп үміткерлер емтихан тапсырған кезде олардың 20% сәтсіз тапсырады дейді. Енді асы, егер үміткерлер 6 үміткер болса, солардың тура екеуінің емтиханды сәтсіз тапсырған ықтималдығы. Енді біз білетін Пуассон бар. Ең бірінші биномдық таралым, Пуассон, одан нормаль таралым. Осылардың қайсысы жарайды? Әрине, ойға келетін ол биномдық таралым. Мына есепке қарасаңыздар, өйткені 6 үміткер бар. 6 үміткерден 20% беріліп тұр, сәтсіз тапсырады. Бізге тура екеуінің сәтсіз, яғни былайша айтқанда бұл биномдық таралым 6-да 0,2 деп беріледі. Мына бізде n, мына p. Осы таралым қосылып бізге, яғни p x тең 2-ні табу керек. Ол мына жерде 6-ны кестеден де қарайсақ болады. Немесе жаңағы биномдық таралым формуласымен де есептесақ болады. Ол дегеніміз c 6-да 2, 0,2-ның квадраты көбейтілген оған кері оқиға 0,8-дің 4 дәрежесі. Осылай қойды примерно. Мен таблицадан қарайсаңызшы, маған таблица ыңғайлы. Қазір биномдық таралым кестесін сіздерде болу керек. Биномдық таралым кестесі. Міне биномдық таралым кестесі тұр. n тең 5 үшін бізге n тең 6 үшін керек. Ықтималдығымыз бізде 0,2. Міне тұр 0,2. Бізде осы, міне көп тұстар ғымдан ең соңғысы. Осының ішінде нені табу керек еді? X тең 2-ні табу керек. Яғни x тең 2 деген міне 0,90 112-ден үстін алып тастайым. Алып өйткені жинақталған ғой. 0,90 11-ден 65 53 тапсайым. 90 11-ден 65 53-ді. Яғни мен кестемен есептеймін. P x тең 2-ні табу үшін мен P x кішіне тең 2-ден алып тастайым. P x кішіне тең 1-ді алып тастайым. X кішіне тең 2 деген және кестеде көрдік. 20% 2 деген 90 11-ден 65 53 тапсайым. 90 11-ден 65 53 тапсайым. Яғни 0 90 11-ден 60-тайым 0 65 53. Осыны алып тастасақ, бізде шығады 91 65 53. Алып тастасақ 24 58 шықты. Яғни жауабымыз 0,24 50. Кестемен балалар мен үшін оңай, бірақ енді әркім әрқалай Бернулли формуласымен де есептеп шығуға болады. Мына жерден де сондай қатты қиын емес. Міне 3 балдық есеп. Енді осының келесі есеп кішкене күрделірек, өйткені ол 5 балдық. Яғни биномдық екен деп шатасып кетпеңіздер. n үміткердің тұратын таңдама үшін n белгісіз уже. Яғни биномдық пока кезу шамасы емтиханды сәтсіз тапсырған үміткердің саны көрсетеді. P осындай болатындай n-нің ең кіші мәнін тап. Енді ең бірінші P x үлкенде тең бір бізде жиынтық кестесінде кішіне тең ғой түгел. Яғни мына кері оқиға жазады. P x кіші үлкенде тең, бұл значит кіші 1-ден немесе кіші не тең, біз дискретті шамаға 0-ден. Осы болып тұр, бізде үлкен болса, мына жақта кері оқиға бұл кіші не тең 0,95 1-ден алып тастасақ, 1-ден 0,95-ті алып тастасақ 0,05 қой. Яғни бұны былай жазады. P x тең 0 болған кезде кіші не тең болып тұр 0,05 болатындай n-нің ең кіші мәнін тап дейді. Яғни 5-тен бізде енді білмей тұрмыз, биномдық таралымды қолдану үшін, сол үшін Пуассонды қолданамыз. Пуассонда білесіздер, лямбда деген нәрсе бар. Лямбда бізде ол n көбейтілген p. Яғни бізде n-ді белгісіз, n көбейтілген p-мыз 0,2. Яғни сәтсіз тапсырған 0,2 n. Бірақ енді Пуассон формуласын жазатын болсақ, бізде былай ғой, p x тең 1 k дейтін болсақ, Пуассон формуласы ол
ламбданың осы k дәрежесі бөлінген k факториал бұл таблицада да бар. E-нің минус лямбда дәрежесі деген. Енді осыған сәйкес бізде p x тең 0, 0 деген бізде өте ыңғайлы сан. Яғни былайша айтқанда лямбданың 0 дәрежесі бөлінген 0 факториал ол 1 тағы да 0 факториал дәрежесі көбейтілген E-нің минус лямбда дегеніміз пока 0,2 көбейтілген n. Осы бізде енді пока тең бола берек, енді біз кішіне тең 0,5 дейік. Енді мына өрде есептесек E-нің нөлі 1, мынау да 1. Сонда просто E-нің минус 0,2 дәрежесі кішіне тең 0,05 болып тұр. Екі жағын ln қылып жүрейін, минус 2 0,2 n. Енді ln қылдырамын, екі жағында. ln 0,5 пока тең деп ала берейік, сол кезде біз кішісін аламыз просто. 0,05 болады. Енді калькулятормен есептесек ln 0,05-ті қанша жарықтан қазір. ln деген бар, маған 0,05-ті қасында ln-ді басып қалам. Минус 2,99 екен. Яғни мынау шамамен минус 2,99 шықты. Енді екі жағына минус алып тастайын. Сонда 0,2 n тең 2,99. 2 n-ді табу үшін енді 10-ға көбейтемін, 2-ге бөлемін ғой. Енді 0,2 дегендіктен 5-тен 1-де берсем 5-ге көбейтсем екі жағын. Сөйтсек n кішіне тең 2,99-ды 5-ге көбейтсем 2,99-ды 5-ге тең 14,95 болып тұр. Енді бізге ең үлкен табу керек қой. Ең кіші мәнін тап дейді. n-нің, яғни n-нің ең үлкен, ең кіші мәні бұл 14-тен кіші 14,95, яғни 14 деген жауап шығады мына жерде. Кішіне тең. Жауабымыз 14 болады сонымен. Сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Так.